Патша дін исламда болса халқы бақытты болады. Ата-ана дінде болса бала бақытты болады. Бала дінде болса әке шешесі бақытты болады. Бала дінде болмаса ата-ана ешқашан бақытты бола алмайды. Өйткені дін ғана сіздің ата-анаңызды дүниеде де қияметте де бақытты қылады. Ең бірінші біздің сүйікті пайғамбарымыз Адам алейхиссаламнан бері қарай түгел өтіп кеткен ата бабамыз қуанады, басыңыз бір сәждеге тигенде. Перзентімізге соны үйреткенде Аллах Тағала соны мақтайды сізді. Аллах Тағала мақтайды сізді. Сондықтан, құрметті ағайындар, сізбен біз енді уақыт өтіп кетпеген болса, құрметті бауырлар, әлі уақытыңыз бар болса, мына үйленбеген балалар болатын болса, тәрбиені қазір бастайсың сен. Қалай? Өзіңмен бастайсың. Өзіңді тәрбиелейсің. Содан кейін үйленем деген кезде салихалы біреуді табасың, бұл балаларыңа сіңірген ең бірінші еңбек болады. Имам Рази рахмахулла айтады, балаларды тәрбиелемеңіздер. Балаларды тәрбиелемеңіздер, өздеріңізді тәрбиелеңіздер. Сонда саған қарап бала тәрбиеленеді деген. Өзіңді тәрбиелемесең балаға айтқан сөзің өтпейді. Ол құлағына аспайды ол сөзді.